Қайырлы күн достар. Бүгін мен өте оңай дайындалатын тіске басардың рецептімен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Достар, салмасына өздеріңіз қалаған ингредиенттерді қолдансаңыздар болады. Мен тек көкөністерді қолдандым. Және де мен салмасына қойдың майын пайдаландым. Егер сіздерде ол жоқ болса, жай ғана сұйық май пайдалансаңыздар болады. Қамырын қалай иленгенін көрсеткен жоқпын, себебі жай ғана тұзды суға илеп аласыздар. Қатты етіп илеуіп қажет жоқ, жұмсақтау етіп илеп, жұп-жұқа етіп жайып, арасынан дәл осылай майды жағып жіберіп, оған салмасын салып, жақсылап орайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды алдын ала майланған формаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай оп-оңай дайындалатын өте дәмді тіске басарды сіздер де дайындап көріңіздер, және де видеоға пікір қалдырып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар.